Баққа сыйларды кіргізіп қойдық. Жергілікті дәйлекмен айтқанда. Туғандар бүгін 25 октябрь. Малинаны тегіп отауыз. Былтырғы жылы жазында малина теккенбіз. Арасында көпшілігі құрғаған, ошоның арасын аралатып тегіп отауыз. Малина эмне себептен құрғап қалады? Bir 3 себебін айтайын негізі. Биринчиси бұл бадам өсімдігі болғандықтан жарым бадал. Тамырлары майда болады, көп жылдық өсімдік. Мына ошол тамырлар шамалдап кала турган болсо кургап калат. Агротехникасы туура эмес сакталса, жел болсом автотранспорт менен ташып келатканда эгер оро болсо кургап калышы мүмкүн. Ошондой эле эгерде нымдуулук жетишпей калса, анда дагы кургап калат. Малина билесиздер, көбүнчө суук жактан келе турган өсүмдүк. Bir орында 5 жылдан 10 жылга чейин кармаса болот. Кээ бир учурда 20 жылга чейин bir орында өстүрүп аткандар бар. Жақындырақ тартыңыз, келдік, баштадық. Бисмилля. Айдаштың керегі жоқ. Егер айдай тұрған болсақ, анда көктеп қалып кеткендері құрап қалышы мүмкін. Ошондуктан жерді қазып алабыз. Былтыры азығын беріп екенбіз, ешқандай азық керегі жоқ биыл. Жада айтып кеттік. Малинаның тамыры мындай чачы тамыры болады да. Мына ушул құрғап қалбаш керек. Мынанда жаңы өсүндүсү кийинки жылга өсө турган даяр болуп турат. Эгерде күзүндө тигилсе, мына ушул кадимки эчтекени билбестен бийик болуп өсүп, күзүндө мөмө бере алат. Эгерде жазында кечигип эксек, булар эч канча бой өсө албайт, анткени күнү ысыкка калып кетиши мүмкүн. Өтө терең дагы экпейбиз, өтө жогору дагы экпейбиз мынакей. Мына ушул бир аз гана 5 см көмүлсө болот. Кол менен тигип көрсөтөйүн. Уйлар малина жеген аралап кетті. Ауа кірбеш үшін сөзсіз түрде жер тапталыш керек. Жалсам бұт менен мындай дейлі қойса дағы болады. Мынакей екіншісі. Малинаны бардық уақытта ексе болады. Майда ексе болады, жашыл уағында ексе болады, ерте жазда ексе болады, февралда да ексе болады. Негізі көптей тұрған шартын түзіп беріш керек. Мынакей. Малинаны теккенден кейін сөзсіз түрде су беріш керек. Су бергенде мына ушул тамырына чейин нымдуулук жетиш керек да. Дебеле бүтүп сөзсүз түрде бош турпак таштап коюшубуз керек. Бул нымдуулукту жакшы сактаганга жардам берет. Аралыгы 50-40 аралыкта тексе болот. Көбүнчө биз 40 аралыкта тегебиз. Биздин стандарт боюнча малина 1.30-1.20 сантиметрге 40-50 см аралықта тегіледі. Мына ушундай туғандар Палановы, Полькавы, Красный Москвавы, Полонезбе, башка сортпы бардығын күзде отырғызса дағы болады, жазында отырғызса дағы болады. Күзінде отырғызған бұл толығырақ өсіп жетілет тағын, ертерақ түшүм бергенге жетишип калат. Саламат болуңуздар, сиздер менен Багастыруу Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, туғандар.